Сәлем жақсыларым, сіздерге осындай сорпалы, сулы болып пісетін бауырдың қалай дайындалу керектігін сіздерге көрсетемін. Және қыр-сырымен бөлісетін боламын. Ол үшін бауырды осылай бездерінен бөліп алып тастаймыз, керек емес жерлерін. Және өзіңізге ыңғайлы етіп осылай бөліп алсаңыздар болады. Міне пышақтың ұшымен осылай бір шетін ашсаңыз, өзі ары қарай осылай міне алынып кетеді клеенкасы. Егер осы клеенкасын алып қуыратын болсаңыздар бауырды, беті андай тырысып, қатты болып қалмайды, жұмсақ балғын болып піседі. Міне сәл өйстіп пышақтың көмегімен сәл ұшын ашпасаңыздар, өзі ары қарай тез оңай алынатын болады. Міндетті түрде осылай картоппен қуырып көріңіздер бауырды. Өте дәмді, сорпалы, нан батырып жеуге сорпасы зор болады. Біздің балапандарымыз өте қатты жақсы көреді, сондықтан біз үнемі бауыр қуырып жейміз. Және бауырымызды өзімізге ыңғайлы етіп турап аламыз. Мен осылай майдалау қылдым. Және бізге осындай үлкендеу 3 пияз керек болады. Қабығынан ашып, жақсылап жуып аламыз. Және осылай төрпішті етіп, ірілеу қылып тураймыз. Майда қылып турасақ, пиязымыз қуырылып жоқ болып кетуі мүмкін. Қазанымызға өзімізге керегінше май құйып, сұйық май құйып, пиязымызды қуырамыз және тұз салып, бетін қақпақпен жауып, пиязымыз шала өлгенше, шала қуырылады ғой, солай шала қуырылғанша пісіріп алатын боламыз пиязымызды. Қатты қуырылып кетпеуі керек. Міне осылай пиязымыз шала қуырылды. Енді оған бауырымызды салып, жақсылап араластырамыз. Және пияз бен бауырды өзін бөлек 10 минут қазанның қақпағын жауып, астын жай қойып, бұқтырып қоятын боламыз. Енді бізге осындай ірілеу 2 картоп керек болады. Картопты өзіңіз қалауыңызша турасаңыз болады. Міне мен осылай турадым. Қатты жұқа болып кетпеу керек, картопымыз езіліп кетеді. Сәл осылай қалыңдау етіп турасаңыздар болады. Міне пиязымыз бен бауырымыз өзі 10 минуттай жай отта бұқтырылып шықты. Енді оған картоп қосатын боламыз. Себебі картоп пен бауыр тез піседі. Сол үшін екеуін қосып бірге пісірсеңіздер болады. Және қайнап тұрған бір пиалайдай су құямыз. Суын көбірек құя беріңіздер. Бір пиалайдай осылай болу керек. Себебі кемінде бұл 20-25 минутта жай отта бұқтырылады. Сол кезде су тарылып кетуі мүмкін. Ал бізге сорпалы, сулы болып пісетін бауыр керек болады. Тағы да 10 минут бұқтырылғаннан кейін қазанымыздың қақпағын ашып, бұрыш салатын боламыз. Қара бұрыш салып, жақсылап осындай араластырамыз. Және осы кезде тұзын көрсеңіздер болады. Егер аз болса қоссаңыздар болады. Мен жаңа пияз қуырған кезде тұз салған болатынмын. Міне енді дәмін көремін. Тұзы болады. Тағы да қақпағын жауып, бұқтырып қоямыз. Және картопымызбен бауыр пісуге жақындағанда 5 минут бұрын осылай 2 бас чеснокты салсаңыздар, дәмі өте керемет күшті болады. Міне біздің бауырымыз дайын. Дәмі деген өте керемет болады. Осылай сорпалы, сулы қылып, міндетті түрде жасап көріңіздер. Сорпасына нан батырып жесеңіздер, дәмі тіл үйіреді. Жақсыларым, қазақша каналды қолдап, лайк басып, өз ойыңызды комментарийға қалдырып кетіңіз. Және де менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Міне қараңыздаршы, қандай дәмді болғаны видеодан анық көрініп тұрған сияқты.
Міне, ас болсын бізге, міндетті түрде жасап көріңіздер. Бетіне осылай пияз қосып жесеңіздер, дәмі вообще күшті болады. Ас болсын.